Сабақ тақырыбы етістіктің жіктелуі. Сабақ мақсаты етістіктің қалай жіктелетінімен танысасыңдар. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайсыңдар. Сергіту сәті. Ормандағы аю қонжық ұялардан бал іздеді. Мойындарын оңға бұрды, мойындарын солға бұрды. Орман іші аралады. Ағаштарды шайқап көрді. Оңға бір, солға бір, аяқтарын көтеріп ап, қуанғаннан билей берді. Оңға бір, солға бір, қуанғаннан билей берді. Деп балалар денемізді ширатып алайық, ойымызды жинақтап алайық. Жедел жауап айдары. Балалар, сендер бұрыннан етістікті білесіңдер, я? Олай болса, қазақ тілінде неше сөз табы бар еді? Етістік деген не? Етістік қандай сұрақтарға жауап береді? Дара етістік деген не? Күрделі етістік деген не? Болымды етістік деген не? Болымсыз етістік деген не? Яғни бұларға сендер дұрыс жауап береді деп ойлаймын. Өйткені сендер етістікті бұрыннан өтіп келатсыңдар. Ал енді 65-ші жаттығуды орындайықшы балалар. Бірінші өлеңді көшіріп жазамыз. Аяулым, мекенім, оқимын, жетемін, туған жер кей-кейде сағынып кетемін. Етістіктердің астын сызамыз. Яғни бұл жерде етістік не істеймін, оқимын, не істеймін, жетемін, не істеймін, кетемін. Енді балалар, желпуіш әдісі. Яғни сендер алдарында жатқан парақтан тез арада желпуіш жасай қойыңдар. Сөйтіп, яғни бірінші топтағылар оқимын деген сөзді үш жақта жіктеп жасайық. Екінші топ жетемін сөзін үш жақта жіктеп жазамыз. Үшінші топ кетемін сөзін үш жақта жіктеп жазамыз. Яғни ықтимал жауаптар: мен оқимын, сен оқисың, сіз оқисыз, ол оқиды. Оқимын сөзі бірінші жақта жіктеліп тұр. Жетемін, мен жетемін, сен жетесің, сіз жетесіз, ол жетеді. Яғни жетемін сөзі бірінші жақта жіктеліп тұр екен. Мен кетемін, сен кетесің, сіз кетесіз, ол кетеді. Яғни кетемін сөзі бірінші жақта жіктеліп тұр екен. Іс-әрекеттің қай жақта айтылғанын білдіру үшін етістікке жіктік жалғаулар жалғанады. Бұл жердегі жалғаулары мын, мін екен. Етістікке жіктік жалғаулар жалғанып өзгеруін етістіктің жіктелуі дейді екенбіз балалар. Ал енді 65-ші жаттығуға қарайықшы балалар. Осы сөздерді тиісті орынға қоюымыз керек. Ал енді бірінші жақтағы сөздерді және екінші жаққа, сосын үшінші жаққа мына етістіктерді осы тиісті орнына қоямыз. Қайсы етістікке, яғни жіктік жалғаулы бірінші жақтың жіктік жалғауы жалғаныптыр? Қайсы етістікке екінші жақтың жіктік жалғауы жалғаныптыр? Қай етістіктерге үшінші жақтың жіктік жалғаулары жалғаныптыр? Енді өзімізді тексереміз. Бірінші жақ: санадым, көрдім, бармын, жазамын. Екінші жақ: сен салыстырасың, сен көшіресің, е? Үшінші жақта оқиды, ереді, сызады. Ол оқиды, ол ереді, ол сызады. Мінекей балалар, жіктік жалғаулы етістіктер екенін біз дәлелдедік. Жақсы, топтық жұмыс. Келесі тапсырма. Қайыңның көз жасы. Қапан кешке бұтағы сынған қайыңның су тамшылап тұрғанын байқады. Қайта-қайта қарап таң тамаша. Осы сәтте Көкебай қарт таяп келді. Қапан, ата айтыңызшы, неге су ағып тұр? Деді қайыңның діңін нұсқап. Су емес, қайыңның көз жасы ол. Біреу бұтағын сындырған, содан жаны жараланып, жылап тұр. Тілі жоқ айтатын. Қайтсын байғұс? Адамдардан аялы алақан күтім тілейді. Ал олардың жасайтыны осы. Қапан ұялды. Қарттың уәжді сөздері зердесіне жеткендей басы салпырап, қозғалмастан тұрып қалды. Енді сындырмаймын ата деген сөзді іштей қайталай берді. Бірінші топ: сендер енді осы мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Топқа бөлініп, бірінші топ: қалай ойлайсың, Қапан неге ұялды? Өз ойларыңды дәлелдеп айтасыңдар. Екінші топ: мәтіндегі негізгі ойды анықтайсыңдар. Үшінші топ: мәтіннен етістіктер тауып, қай жақта тұрғанын айтамыз. Жақсы балалар. Автор орындық әдісі.
69 жаттығу. Кестеде мынандай ақпараттар берілген. Осы ақпаратты пайдаланып, мәтін құрап жазамыз кәнекей. Құраған мәтіндерінде автор орындығына келіп оқимыз балалар. Кімнің құраған мәтіні өте жақсы шықты. Ықтимал жауаптарын, қайың ақ түсті қабығымен ерекшеленеді. Ол 100-150 жыл өмір сүреді екен. Оның 140-қа жуық түрі бар. Ең көп тараған қайыңның түрі ол кәдімгі қайың немесе ақ қайың екен, Ол гүлдейді екен. Оның гүлі сырға тәріздес. Қайыңнан шырын және дәрі-дәрмек алынады екен деген ықтимал жауаптар болады. Тамаша балалар. Шығармашылық жұмыс. Көктемде құстар жылы жақтан оралды. Олардың жалпы саны 30-дан көп, 50-ден аз. Оның 3-тен бірі қараторғай, саны 16. 4-тен бірі қаз, 6-дан бірі үйрек, ал 8-ден бірі тырналар екен. Қалғандары қарлығаштар екен. Ұшып келген өзге құс түрлерінің санын анықтаңдар. Бізге не белгілі балалар? Қараторғайдың саны белгілі, ол 16 дейді. Олай болса, 3-тен бірі 16 болып тұрса, барлық қараторғаймыз қаншаға тең екен? 48, өйткені 16-ны 3-ке көбейтеді екенбіз. Аян соң 4-тен бір қаз болса, 48-ді 4-ке бөлеміз. Олай болса, қараторғаймыз 16, ал қазымыз неше екен? 12. 6-дан бір бөлігі үйрек. 48-ді 6-ға бөлеміз. Үйрегіміз неше? 8-ге тең. 8-ден бір бөлігі тырна. 48-ді 8-ге бөлсек, тырналарымыз 6 екен. Ал қалғанның қарлығаш. Оны қалай табамыз? Барлық 48-ден осыларды алып тастайды екенбіз, 16, 12, 8 және 6 бұлар 42-ге тең. 48-ден 42-ні алса, қаншаға тең? 4-ге. Сонда қарлығаш, 4 қарлығаш ұшып келіпті. Біздіңгі сабағымыз немен байланысты балалар? Математика сабағымен байланысты екен. Олай болса, біз балалар бүгінгі сабақта не білдік? Етістіктің қалай жіктелетінін білдік. Жіктік жалғауларының жалғанатынын білдік. Мәтіндегі негізгі ойды анықтап, өз ойымызды дәлелдей білдік. Кері байланыс берейік балалар. қ әдісі бойынша. Сен үшін қызықты болса сабақ, не істейміз? Күнге апарып жапсырмамызды жапсырамыз, Ал егер сен сабақта сұрағың болса, оны, жапсырмаға жазып, бұлтқа жапсырамыз. Сен үшін құнды болса, жапыраққа жапсырамыз. Және де сол сұрақтарың бойынша ендігі сабақта жұмыс істейміз балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.